Мен Төле би ауданы Қазақстан жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Асқақбай Бақбота. Менің бұл ғылыми жұмадағы тақырыбым жергілікті жер өсімдіктеріне зеравшан аршасының ерекшеліктері мен пайдалы қасиеттерін зерттеу. Біздің өзіміздің Қазақстан мектебінде мектеп орманшылығы үйірмесі жұмыс жасайды. Мен өзім сол үйірмеге қатысамын. Біз ол үйірмеде барлығымыз мектеп ауласында өсіп тұрған зеравшан аршасының жаңа көшеттеріне және жаңа өскіндеріне күтім жасаймыз. Мен бұл тақырыпты неге таңдадым? Мен бұл тақырыпты таңдағандық басты себебім біріншіден өзіміздің мектеп ауласында өсіп тұрғандықтан, және де екіншіден бұл зеравшан аршасы туралы қазіргі таңда мәліметтер өте аз және де толығымен зерттелмегендіктен менің оған деген пайдалы қасиеттері мен адам өміріне пайдасы жөнінде білгім келіп, қызығушылығым оянып, зерттеу жұмыстарын жүргізуге бел будым. Мен бұл ғылыми зерттеу жұмысы барысында мынандай жұмыстар атқардым. Біріншіден, кітап, интернет желілері, көптеген газет журналдардан зеравшан аршасы туралы мәліметтер жинадым. Екіншіден, біз жетекшім Әлжанова Шыныкүл апай екеуміз қыркүйек айының аяғында зеравшан аршасының тұқымын жинап алып, қараша айының басында ектік. Оның егілу тереңдігі 5 см болу керек. Міне сол өскіннен, тұқымнан өсіп шыққан өскіндер, мынау 1 жылдық өскін, ал мынау біздің Әлжанова Шыныкүл апай екеуміз еккен 3 жылдық өскін болып табылады. Міне осы зеравшан аршасы. Зеравшан аршасы дегеніміз кипарис тұқымдасы, арша туысына жататын мәңгі жасыл қылқан жапырақты ағаш. Оның биіктігі 10-12 метрден аспайды. Діңінің қабығы қызыл түсті және созылған қабаттармен қапталынады. Оның жемісі піскен кезде бірінші жылы жемісінің түсі көгілдір жасыл болып келеді. Келер күзде піскен кезде оның жемісі қара, құрғақтау болып келеді. Міне көріп тұрғандарыңыздар дәл осындай болып келеді. Және де оның пішіні шар тәрізді, және де оның ең биік ұшы қалыңдау, қатты болып келеді. Бұл зеравшан аршасының адам денсаулығына да пайдасы зор. Ол дәрілік шикізат ретінде қолданылады. Оны кептірілген жемісін жинап алып, медицинада және ғылыми медицина мен халықаралық медицинада көптеген дәрілер жасауға қолданылады. Соның бірден бірі асқазан ішек жолдарын тазалайтын, қақырық түсіретін және де бүйрек жұмысын жақсартатын дәрілерді көптеп жасалынады. Біз де өз қолымызбен мектеп ауласында өсіп тұрған зеравшан аршасының жемісін жинап алып, тұнба жасадық. Ол тұнбаның құрамында 15 грамм осындай кептірілген жемісі, аршаның жемісі және де 100 мл спирт болды. Ол біздің тұнбаның аты спиртті тұнба деп аталады. Міне жасағанда нәтижеміз осылай болды. Бұл тұнбаны мен өзіме жасадым, себебі асқазан ішек жолдарды тазарту үшін. Мен оны күніне 10-15 тамшыдан 3 мезгіл ішіп жүрмін. Азанда, түсте және кешке. Тамақтан кейін ішу керек. Халқымыз аршаның қазір қасиеті туралы бұрыннан білген. Және де ол арша сүрегінен бесік, күбі, қобыз, қалам сынды көптеген бұйымдар жасалынады. Солардың ішінен бесікке тоқталар болса, міне менің қолымдағы бесік өзіміздің мектеп ауласындағы зеравшан аршасының сүрегінен жасалған бесік. Жалпы арша өте қасиетті ағаш болып саналады. Оның қасиеттілігі соншалық, оған ешқандай ауру сырқау дарымайды. Және де арша бесікке қызамық, қара шешек сынды ауруларды мүлдем жолатпайды. Және де аршаның өзіне тән бір ерекшелігі, ол өздерінен ерекше иісті зат береді. Ол заттар фитонцид деп аталады. Фитонцидтер олар ауадағы бактерияларды жояды. Осы ғылыми жұмысты қорытындылай келе, қазақ халқы киелі әрі қасиетті тұтқан зеравшан аршасын кесуге мүлдем тыйым салу керек. Себебі қазақ халқы үшін қазақтың әрбір бұтағы, әрбір ағашы қасиетті де, табиғат үшін де, адам үшін де маңызы өте зор. Соны біз өзіміз алақанда аялап, қорғап ұстауымыз керек. Және де мен осы бойынша 2 жыл зерттеу жұмысын жасадым. Сол 2 жыл зерттеу жұмысының ішінде мен зеравшан аршасының пайдалы қасиеттерін, адам өміріне пайдасы, қандай ауруларды емдеп жататынын білдім. Және де одан ары қарай құнды қасиеттерін білгім келіп, зерттеу жұмысын жалғастырамын деген шешім қабылдадым.